Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Қалдарыңыз қалай? Құрметті оқушылар, сабағымызды жалғастырамыз. Алдыңғы сабақта біз Кенесары Қасымұлы көтерілісін өткенбіз. Енді бүгінгі сабақта Жанғожа мен Есет көтерілістерін өтетін боламыз. Жалпы енді бұл Жанғожа мен Есет көтерілістерін түсінбес бұрын бірінші жалпы жағдайды түсініп алайық. Бірінші кіші жүз бен орта жүз Ресейдің ықпалында қалды, иә. Ал ұлы жүз Қоқан хандығының ықпалында қалды дейміз. Қоқан хандығы ұлы жүзді қалай ықпалына салды? Бірінші Ташкент қаласын 1808 жылы басып алады, иә. Одан қала берді Түркістан қаласын 1814-те басып алған. Одан қала берді 1818-де Сырдария бойындағы Ақмешіт қаласын салдырады, иә. Осы арқылы ұлы жүздің, кіші жүздің көп руларын өзіне ықпалында, езгісінде ұстаған дейміз. Қоқан хандығы. Қоқан хандығы енді қалай езгісінде ұстады? Бұларға ауыр алым салықтар салды. Әрбір отбасыға 6 қой, бірнеше арба, сексеуіл, бірнеше бау қамыс салық ретінде салды. Бұл енді оңай емес. Бұл үлкен, былайша айтқанда, Қоқан хандығы өзінің ойына келген салығын салған дейміз, иә. Ұлы жүзге, кіші жүздің бірнеше руына дейміз. Міне осыған қарсы, Қоқан хандығының езгісіне қарсы 1821 жылы Тентек төре бастаған көтеріліс басталады. Ол Тентек төре бастаған көтеріліс, енді лақап аты Тентек төре деген. Шын есімі бұл Рүстем төре дейміз, иә. Бұл енді Қоқан хандығының езгісіне қарсы болады. Жалпы саны 10 мыңға жуық болған көтерілісшілердің саны. Бұлар жеңіліп қалады. Себебі күштің тең болмауы дейміз. Күштің тең болмауы, яғни қоқандықтардың саны әлдеқайда көп болды. Сосын олар әлдеқайда қару-жарағы мықты болды дейміз, иә. Тентек төренің көтерілісшілеріне қарағанда. Одан бөлек Қоқан хандығынан бөлек Хиуа хандығы да көтеріліске араласқан. Көтеріліске Хиуа хандығы да қазақтарға қысым жасаған. Арал маңындағы қазақтарды жаулап алып, жерлерін тартып алып, сол жақтағы қазақтарға ауыр салық салған дейміз, иә. Зекет, ұшыр сияқты ауыр салықтар салған, әйелдерін күң, балаларын құл етіп ұстаған. Міне осылардан қысымына шыдамаған қазақтар Қарақұм, Ырғыз бойы жерлеріне көшіп кетуге мәжбүр болды дейміз, иә, Хиуа хандығынан. Енді Хиуа хандығына қарсы, Хиуаның езгісіне қарсы бір хан шығады. Ол Арынғазы Әбілғазыұлы бастаған хан Хиуа хандығының езгісіне қарсы. Бұл жалпы Сырдария өңірінің қазақтары үлкен үміт артқан хан дейміз, иә. Арынғазы Әбілғазыұлы. Бұл бірақ, құрметті оқушылар, 19 ғасырдың бірінші жартысында кіші жүздің біраз руларына хан болған. Кіші жүздің соңғы хандарының бірі дейміз. Кейіннен Ресей патша үкіметі шақырып алады Петербургке алдап. Сөйтіп Петербургке бара жатқан жолда бұны Калуга қаласына жер аударып жіберген дейміз, иә. Кейіннен бұның ісін Жанғожа Нұрмұхаметұлы жалғастырады. Жанғожа сонда Арынғазы Әбілғазыұлының ісін жалғастырған. Міне Хиуа хандығымен күрескен, кейіннен Арынғазы Ресей шақырып алып, алдап, тұтқындап алады, иә. Сол күйі жібермей қойған. Бұның ісін енді Хиуа хандығына қарсы күресті Жанғожа Нұрмұхаметұлы жалғастырады. Міне Жанғожа Нұрмұхаметұлы Хиуаға, Қоқанға, Ресейге 3 бағытта күрескен дейміз. Енді Жанғожаға байланысты кішкене тоқталып өтейік. Жанғожа жалпы барлық өмірін Арал маңындағы қазақтардың еркіндігі, тәуелсіздігі үшін арнаған. Сол үшін 3 жақпен күрескен. Ресеймен де, Хиуамен де, Қоқан хандығымен де күрескен дейміз, иә. Жалпы руы Әлім, кіші жүздің ішінде Әлім, Әлімнің ішінде Шекті руы деп айтамыз, иә. Руы Шекті. Жалпы басқа көтерілісшілерге қарағанда қатты дінге берілген, өте иманды болған. Бұны енді сақалына қарап та білсеңіздер болады, иә. Өте иманды болған. Бұл енді парақорлар мен ұрыларды өте қатты жек көрген, және парақор ұры көрсе бірден неге кескен? Өлім жазасына кескен дейміз, иә. 8 жерден пышақталған, яғни 8 жерден жараланған. Сонда да 96 жасына дейін көтеріліске шығып, кәдімгідей жаумен айқасқан дейміз, иә, ашық алаңда. Кенесары бұның қайнатасы болып келеді, иә. Кенесарының қызын әйелдікке алған Жанғожа Нұрмұхаметұлы дейміз. Жанғожа жайлы әйгілі қазақтың ғалымы бар, Мұхамеджан Тынышпаев деген, иә, әйгілі инженер дейміз, қазақтан шыққан.
тұңғыш темір жолшы дейміз, иә. Бұл кісі айтады енді, барлық 300-ге де ортақ әрі би, әрі батыр дейді. Қазақтардың бостандығы жолындағы атақты күрескер Жанғожа батыр орыстарды да, хиуалықтарды да, қоқандықтарды да мойындамай үш жақты күрес жүргізді дейді, иә. Мұхамеджан Тынышпаев Жанғожа батыр жайлы. Енді Жанғожа басында бұл Хиуа хандығына қарсы күрескен. Хиуа хандығына қарсы күреседі. Арал, Сырдария өңірінде. Бірінші 36-шы жылы Бесқала деген Хиуа қаласының, Хиуаның бекінісін талқандап, былайша айтқанда тонап кеткен Жанғожа. Одан қала берді 45-ші жылы 2000-ға жуық Хиуаның әскерін талқандап жеңіске жетеді. Одан қала берді 47-ші жылы Хиуаның жаңа қала, Қожанияз қала деген қалаларын талқандап, өзіне былайша айтқанда бағындырып алады. Жанғожа Нұрмұхаметұлы. Хиуалықтар кезінде 3000 түйе, 500 жылқы, 2000 ірі қара деген сиыр, иә, 52 000 қойды қазақтардан тартып алып кеткен. Соларды Жанғожа барып, хиуалықтармен соғысып, кері қайтарады. Міне, 3000 түйе, 2000 сиыр, 500 жылқы, 52 000 қойды, иә. Енді Жанғожа кейіннен Хиуадан бөлек Қоқан хандығымен де күреседі. Қоқан хандығымен бұл Кенесары өзінің қайнатасы бар ғой, Кенесарымен қосылып, Жаңа қорған, Күміс қорған, Қос қорған деген қорғандарға шабуыл жасап, Қоқан хандығының біраз қамалын қайтарып алған Кенесарымен қосылып. Кенесарымен қосылып, сосын Созақ бекінісіне де қарсы күрескен. Созақ бекінісінде қоқандықтарға қарсы күресіп, жеңіске жетеді. Одан қала берді Ресеймен бірігіп, Ақмешіт бекінісіне де қарсы соғысып, Ақмешіт бекінісін Ресейге алып берген дейміз. Негізі қараңыздар, Ресей Қоқан, Хиуаға қарсы күресте Жанғожа Нұрмұхаметұлымен одақтасқан. Енді Жанғожа Ресеймен біраз уақыт одақ құруға мәжбүр болған. Кейіннен Ресей Жанғожаға ұсыныс жасайды. Давай саған жылына 200 сом Қарақұм, Борсықұмын қазақтарының басқарушысы, сосын Жасауыл деген атақ берейік деп, 3 ұсыныс жасайды. Үшеуінен де не қылады? Жанғожа бас тартады. Алтыннан, ат басындай алтыннан азаттығым қымбат дейді. Сөйтіп енді кімдерге қарсы көтерілісі басталады? Ресейге қарсы көтерілісі басталады дейміз, Хиуа, Қоқан, сосын Ресейге. Ресейге қарсы көтерілісі бұл 56-57 жылдары болған. 3000-ға жуық адаммен күрескен. Міне 56 жылы желтоқсанда Жанғожаны жазалау үшін Қазалы бекінісіне шабуыл жасаған Жанғожаны жазалау үшін Ресей Фитингов бастаған отрядты жібереді. Оның құрамында 300 казак пен 320 жаяу солдат болған. Бұл енді не дегенмен мықты ғой. Орыстың сол кездегі әскері, Сонымен енді Қазалы бекінісіне шабуылы сәтсіз аяқталады және жеңіліп қалады. Жалпы Жанғожаның Ресейге қарсы көтерілісінде Жанғожаның көтерілісшілерінің орталығы бұл Жаңа қала болған. Жаңа қала. Кейіннен енді Ресейге қарсы көтерілістегі шешуші шайқас 57 жылы болады. Арықбалық шатқалында дейміз. Немесе Арықбалық шайқасы деп те келеді, 57 жылы Жанғожа мен жазалаушы әскер арасында. Бірақ жазалаушы әскер, яғни орыстар жеңеді. Сөйтіп орыстар жеңеді, көтерілісшілер Қуандарияға қарай шегінеді дейміз, Сөйтіп көтерілісшілердің біраз бөлігі Бұхара, Хиуа хандығына көшіп кетуге мәжбүр болады. Ал жазалаушы орыстар көтеріліске шыққан руларды жазалап, 20 000-дай малды айдап әкеткен. Кейіннен енді Жанғожа Нұрмұхаметұлы Хиуа хандығына өтініш жасайды. Хиуа хандығына барып, бой тасалай тұрсам бола ма? Және Хиуа хандығындағы қазақ, қарақалпақ, түркмендерді үлкен жасақ құрсам бола ма деп, Бірақ Хиуа хандығы не қылады? Бас тартады. Себебі Хиуа хандығына күресіп жүрген адам ғой, негізі Хиуа хандығымен. Екінші себебі Хиуа хандығына барса, қарақалпақ, қазақ, түркімен, өзбектер Жанғожаны қолдап кетуі мүмкін, Сөйтіп Хиуа хандығымен күресуі мүмкін. Сондықтан да Хиуа хандығы Жанғожаны еліне жолатпаған. Ал не керек енді Жанғожа батыр жеңілсе де, патша үкіметі оны өлтірмей қоймайды. 60 жылы арнайы үлкен жасақ жібереді Жанғожаның ауылына. Жанғожаның ауылы Қызылқұм мен Жанарқа деген көлдің маңайында болған. Соның ауылына 60 жылы үлкен жасақ келеді, жазалаушы отряд.
сөйтіп Жанғожа Нұрмұхаметұлын не қылады, өлтіреді дейміз. Оның өлімі туралы Лотер Мейер былай суреттейді. Қарт батыр дейді. Қарт батыр деп Жанғожаны айтып отыр ғой. Қарт батыр оқ өтпейтін сауытын киіп, қару жарағын асынып, үйінен шығып үлгерді. Бірақ аты жоқ екен. Ажалымның жеткен жері осы екен деп, ол бір төмпешіктің үстіне аспай саспай шығып алды да, өз иманын өзі үйіріп дұға оқи бастады дейді. Зулаған оқтар көкке дейін оның сауытынан өтпей, тайқып ұшып кері түсіп жатты. Ақырында бір оқ оның қай жеріне тиді дейді, дәл мойнына тиді дейді. Сөйтіп қарт батырдың өмірін қиып кетті дейді. Міне Жанғожаның өлім сәтін сипаттаған бұл Лотер Мейер дейміз. Лотер Мейер алдыңғы сабақта айтқанбыз. Кенесары жайлы да комментарий қалдырған. Кенесары жайлы Кенесарыға көзсіз ерлік тән еді деп сипаттаған. Енді Жанғожа қайтыс болса да, Жанғожа былайша айтқанда достарының арасында емес, жалпы достардың арасында ғана емес, жаулардың арасында да өте сыйлы болған. Сол орыстың солдаттары Жанғожа батырды денесін арулап, әдемілеп жерлеген дейміз. Бірақ енді Жанғожаның руы шекті руын әбден қырады. Жанғожа қайтыс болғаннан кейін олардың мал мүлкін тартып алады, сөйтіп шекті руының біраз бөлігі аштыққа ұшырайды дейміз. Ал Жанғожамен бірге иық тіресе көтеріліске шығып жүрген көтерілісшілердің бірі бұл Есет Көтібарұлы. Бұл сыр бойы, яғни Сырдария, Батыс Қазақстан аймағында көтерілісшілердің бірі болған. Қазіргі Ақтөбе облысы Шалқар ауданы Ақши деген бойы бар. Ақши бойында дүниеге келген. Бұның руы шекті, тура Жанғожа сияқты. Бірақ шекті руының ішінде қандай ру деп сұрауы мүмкін. Қабақ руынан шыққан. Осы кіші жүзде шекті руының Қабақ руының басқарушысы болған Есет Көтібарұлы. Есеттің көтерілісі 20 жылға созылған, 1838-ден 58 аралығында дейміз. Жанғожаның серігі иық тіресе Жанғожамен бірге көтеріліс жасаған дейміз. Кейіннен бұл көтерілістің, Есеттің көтерілісінің басқа көтерілістерден бір ерекшелігі Ресеймен бейбіт келісімге келіп көтерілісті тоқтатқан дейміз. Енді ағылшынның атақты зерттеушісі Дмитриус Чарльз Булжер деген ғалым бар. Сол Есеттің былайша айтқанда айтқан сөзін комментарий қылып жазып қалдырған екен. Былай дейді, рас дейді. Олардың аттары мен қаруы бар. Бұны айтып тұрған Есет қой енді. Аттары мен қаруы бар. Ат пен қару бізде жоқ деп кім айта алады? Біздің мұхит түбіндегі құмның қиыршығы сияқты көп екеніміз өтірік пе? Өздерін мойын бұрып қараңдаршы, шығыс пен батыста, солтүстік пен оңтүстікте қаптаған қалың қырғыз, яғни қазақты көретіндерің анық. Сөйте тұра, неге біз ат төбелінде азғана жат жерліктерге бағынуға тиіспіз деп, Есет батырдың өз руластарына патша үкіметіне қарсы күреске жігерлендіре шақырған туралы жазған кім десе, бұл Булжер дейміз, ағылшынның зерттеушісі. Енді Есет 38 жылы Елек бекінісіне шабуыл жасаудан басталады. Жоламан Тіленшұлымен бірге Елек бекінісін шабуыл жасап басып алған, орыс әскерінен. Кейіннен 47 жылы Жем өзені бойында да Есет тұтқиылдан шабуыл жасап, жазалаушы әскерді жеңген. Енді 50-ші жылдары Арал маңында Ресейдің отарлау күшейеді ғой, сол кезде Ресейге сатылып кеткен Арслан деген сұлтан бар. Соған шабуыл жасап, соны өлтірген Есеттің көтерілісшілері. Ал енді Есет 54 жылы барон Врангель бастаған жазалаушыларды жеңеді. 55 жылы Жантөрин сұлтанның лагерін шабады. Жантөрин сұлтанды Кенесары Қасымұлы көтеріліс кезінде де 44 жылы қырған жоқ бет. Соны енді Жантөрин лагерін Есет батыр да 55 жылы қырып жатыр. Одан кейін 58 жылы Есет батыр Бараудин отрядынан жеңіледі. Содан кейін Ресейдің бейбіт келісіміне келуге мәжбүр болады дейміз. Ресей енді ұсыныс жасайды 58 жылы. Саған кешірім жариялаймыз дейді. Ешқандай сенің көтерілісшілерін соттамаймыз, сені соттамаймыз дейді. Егерде біздің жағымызға шықсаң, салықтан босатамыз дейді. Ешқандай салық міндеткерлік төлемейсің дейді. Сосын Ырғыз уезі бастығының көмекшісі деген лауазым ұсынамыз дейді. Сөйтіп Есет амалсыздан келіседі. Себебі енді Ресейдің қуатты әскери машинасы бар ғой, енді
үлкен әскери технологиясы, соған қарсы шығу енді құр бекер екенін түсінді Есет. Сөйтіп 58 жылы Есет Батыр Ресеймен не қылды, дос болды, бейбіт келісімге келуге мәжбүр болды дейміз, иә. Ал енді жеңілуінің себебі Есет пен Жанғожаның. Бірінші бұл бір мезгілде үш жақты күрес жүргізді, иә. Хиуаға, Қоқанға, Ресейге қарсы күрес жүргізді. Екінші себебі қару-жарағы өте нашар болды. Үшінші себебі тек қана Арал бойы, Сырдария аймағын ғана қамтыды, иә. Қалған аймақтарға таралмады көтеріліс. Енді тарихи маңызы бұлардың біз үшін қандай маңызы болды? Әлде әшейін қырылып қала салды ма? Біз үшін енді қазақтың ешқандай өшпейтін рухын, еркіндік үшін күресетінін дәлелдеп кетті, иә. Азаттық үшін, тәуелсіздік үшін қазақтар әрқашанда ұмтылатынын, ұмтыла да беретінін, қандай қысым болса да тәуелсіздік деген құндылығын ешқашан қалдырмайтынын дәлелдеді. Ал үшінші себебі патша үкіметінің орталық Азияны жаулап алуын біраз уақыт тежеді. Бұлар енді жеңілгеннен кейін бірден орталық Азияны, оңтүстікті жетісу аймағын Ресей жаулап алады дейміз, иә. Осымен Есет пен Жанғожаның көтерілісі аяқталды. Келесі сабақта біз Ресейдің Қазақстанды толық қосып алуы деген тақырыпты өтеміз. Содан кейін барып уже Ресейдің құрамындағы Қазақстанды өтеміз, иә. Үшінші кезеңге аяқ басамыз. Жақсы, құрметті оқушылар, сабақ ұнады деген ойдамын. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, колокольчикті басып қойыңыздар. Жақсы, осымен сабақ аяқталды. Сау саламатта болыңыздар.